Саясаттанушы, қазақ қоғамының ерекшеліктерін зерттеп жүрген сарапшы Самат Нұртаза ел күтпеген тақырыпты қозғап, қазақ халқының болмысына қатысты тосын пікір білдірді. Автордың пайымдауынша қазақ адамды бақ-дәулетіне қарай алалайды. Сондай-ақ қазіргі басқа келген бәленің көбі кедейліктен. Жазба түйініне саясаттанушы жарлы жақыбайлы емес, жадайлы болуға ұмтылуды шақырды. Балаң кеудесін соғып, еңсесі биік болсын десең, ақша жиып, байы. Қалғаны бос сөз. Бұл қазақ тек байды сыйлайды, бай туысқанын төрге шығарады. Байға күлімсірейді, ал кедей туысынан қашады. Кедей туысы звондаса трубка көтермейді, деді саясаттанушы. Автор сонымен қатар қоғамдағы келеңсіздіктердің бастауы кедейліктен екендігін ашып айтты. Ақшадан басқа бұл өмірде бақыт жоқ екендігін жеткізді. Мұны кедей бақытсыз, кедей өзін о дүниедегі күтіп тұрған рахатпен алдайды. Сіңірдің жұбанышы жұмақ. Ертең өліп кетсең де бүгін ақша тауып кет. Ақшадан басқа бұл өмірде бақыт жоқ. Көпшілік олай айтпайды, себебі біздің қоғамда ақша қолдың кірі деген жалған түсінік бар. 10 қазақтың 9-ында несиені жоқшылықтан алады. 10 қазақтың 6-ы үйсіз, үй алатын ақшасы жоқ. 10 қазақтың 4-і дәл қазір ауырып жатыр, емделейін десе ақша жоқ. Осының барлығын көріп отырып, ақша қолдың кірі дейді. Тап-таза қазағым-ай, байысаңшы, деп жазды автор. Автордың жосын жазбасына пікір білдіргендер өте көп. Түстік өмірің болса, кештік мал жей деген халықтан алығы. Советтік билік кім жаман, бай жаман дегенді санамызға сіңдіріп тастағаны сияқты. Тұп-тура осы кезеңнің шындығы, осылай шындықты айтам деп кейбіреулерге жек көрінішті болған едім. Ақша қолдың кірі деп бәрі сол ақшаны таппай сандалып жүр емес пе? Ақша кір емес, ақша бақ. Бермесе де бай жақса, жемесең де май жақса, деп жазды оқырмандар.